Мынау бүгінгі дастарханның ең дәмді тағамы болады. Тауықтың гөлені осылай жұмсақ шырынды болып піседі. Ал картоп пен көкөністердің дәмі бір-біріне керемет сіңеді. Ең қызығы, бұл тағамды дайындау өте оңай. Бүгін сіздермен бірге голенмен осындай керемет тағам дайындаймыз. Соңына дейін көріңіздер. Соңында оның қандай жұмсақ болғанын бірге көреміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Бүгін сіздермен бірге өте дәмді, тойымды әрі қарапайым тағам дайындаймыз. Тауықтың голенін көкөністермен бірге пісіріп, етін сондай жұмсақ қыламыз. Сүйегінен өзі ажырайды. Ендеше бастайық. Бізге қажет ең бірінші голен. Сосын барып 1 пияз, 2 картошка, 3 помидор, кішкене сәбіз, 2 болгарский және сарымсақ. Ең алдымен пиязымды турап аламын. Қатты майдалап турамаймыз. Жанынан сәл-сәл ірілеу етіп турап аламыз. Енді сәбізді де турап аламын. Домалақ етіп, қатты ірі қылмайсыздар, жіңішкелеп турайсыздар. Картопты тураймын енді. Картопты тым ұсақтап турамаймыз. Картошка езілмей пішінін сақтағанын қалаймын. Майды құйып қыздырып аламын. Міне ең маңызды жерлердің бірі, голенді бірден бұқтырып жібермей, алдымен жақсылап қызартып аламын. Сырты осылай қызарса, дайын тағамның түсі де дәмі де керемет болады. Мына қызарған түсіне қараңыздаршы. Дәл осындай болғаны жақсы. Енді көкөністерді қосамыз. Сәбіз қостым және картошканы қосып жібердім. Мен 2 дана картошка қостым. Өйткені үйде картошканы көп жемейді. Бұларды да жақсылап тұрып, қызартып, қуырып аламын. Сосын баяу отта осыларды жақсылап тұрып, бетін жауып, бұқтырып аламын. Енді болгар бұрышымызды да тураймыз. Мен 2 түрлі болгар бұрышын алдым. Өйткені тамаққа әдемі түс беріп қана қоймай, дәмін де жақсы келтіреді. Сосын барып, қызанағымызды дайындап турап аламыз. Қызанақты мен майдалап турамай, ірі-ірі етіп турадым. Міне пиязымызды салып, жақсылап тұрып, қызартып, қуырып аламыз. Дәмі өте керемет болады. 3 дана тіс сарымсағымызды турап дайындап аламыз. Енді үстіне қалауларыңызша тұз саласыздар. Сосын барып паприка салып жібереміз. Енді жақсылап тұрып араластырып аламыз. Сосын барып баяу отта қақпағын жауып қоямыз. Міне қараңыздаршы, қандай керемет болды. Енді үстіне бағанағы қызанағымызды саламыз. Болгар бұрышымен бірге. Және де сарымсағымызды бірге салып жібереміз. Көкөністердің барлық дәмі бір-біріне жақсы сіңеді. Енді бұлардың барлығын бір араластырып аламыз да осылайынан. Сонымен баяу отта қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Ой, мына иісін камера арқылы жеткізу мүмкін емес. Енді ең жағымды бөлігі, тағамымызды дастарханға ұсына берсек болады. Ең оңай және тез пісетін тағамымыз дайын болды. Бұны негізі самосук деп те атайды. Міне бүгінгі тағамымыз дайын. Қарапайым өнімдерден осындай керемет тойымды әрі дәмді кешкі ас жасауға болады. Егер рецепт ұнаса, видеоны қолдап, лайк басып, арнама жазылып қойыңыздар. Ал сіздер голенді қандай тағамға қосып дайындайсыздар? Пікірге жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.